Сәлем достар, бүгін біз сүзбелі бәліш, яғни ватрушки жасайтын боламыз. Достар, сіздер қазақ тілді каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құйып, үстіне тұз, сода, ашытқы және бір жұмыртқа салып араластырамыз. Одан кейін қант қосамыз. Артынан еріген май мен ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ашытуға 2 сағатқа қойып қоямыз. Әр сағат сайын қайырып отырыңыздар. Сонда көтеріліп, әдемі піседі. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творог, қант, қаймақ, жұмыртқа керек. Барлығын қосып, біркелкі массадағы салма дайындаймыз. Міне қамырымыз дайын. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Противенге салып, бетін пакетпен жауып, 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Көтерілген соң, ортасын осылай стақанмен басамыз. Және творогты салманы саламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне достар, ватрушки дайын болды. Өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.